Әлемде баруға болатын ерекше жер көп. Сіз аралдағы жағажай мен экскурсиялық демалыстың орнына ерекше әсер алып, танымыңызды кеңейткіңіз келе ме? Біздің тізімдегі аралдарға назар салыңыз. Олардың көбіне адам баруға тыйым салған. Сәлем достар, пайдалы ақпарат арнасына қош келдіңіздер. Буве аралы. Әлемдегі ең шалғай жердегі арал Африка мен Антарктиданың арасында орналасқан. Голливудтың бөтен жыртқышқа қарсы фильмнің кейбір эпизодтары осы жерде түсірілген. Жақын мекен шамамен 1500 теңіз милі қашықтықта орналасқан. Аралда жұмбақ жерлер көп. Мұнда ядролық қару сыналған деген сыбыс бар. Қазіргі уақытта ол Норвегияның меншігі саналады және қорық мәртебесіне ие. Повеглия аралы. Ең қорқынышты аралдардың бірі Повеглия. Ол Венецияға жақын жерде орналасқан. Орта ғасырларда оба ауруына шалдыққан науқастарды әкелген. Науқастарды көптеп өртегені сонша, аралдың топырағы жартылай қалдық пен күлден тұрады. 1960 жылы мұнда психиатриялық аурухана салынды, ал қазір қаңырап бос тұр. Себебі аралды жергілікті тұрғындар қарғысталған мекен санап, ол жерге аяқ баспайды. 1960 жылдары психиатриялық клиниканың басшысы пациенттеріне түрлі эксперименттер жасаған көрінеді. Осыдан өзі де обадан қайтыс болған. 100 мыңдаған адамдардың елесі мен даусын еститін болған. Көп өтпей жынданып, шіркеу мұнарасынан секіріп қайтыс болған. Шошқалар аралы. Пиквич. Багам аралдарының Эксума аймағындағы адам тұрмайтын арал. Шошқа жағажайы кейде майор Кей, аға майор және аға майор Сау деп аталады. Шошқа жағажайының етікке ұқсайтын тұрақты емес пішіні бар. Арал солтүстіктен оңтүстікке қарай 1,8 шақырымға созылып жатыр. Оның ені максимум 1,6 шақырымға жетеді. Ал оның ауданы 0,9 км квадратты құрайды. Аралда ауыз судың 3 көзі бар. Олар шағын көлдерге құяды. Бұл арал туристердің сүйікті жері. Көпшілігі оған адамдардан қорықпайтын және аралдың батысында орналасқан жабайы үй шошқаларын көру үшін келеді. Алғаш рет шошқалар аралда 2014 жылы анықталған. Аралда шошқалардың шығу тегі туралы нақты ақпарат жоқ. Бір нұсқаға сәйкес, шошқаларды мұнда матростар тастап кеткен десе, басқа нұсқа бойынша олар кеме апатынан аман қалған. Кейбіреулер шошқаларды аралға туристерді тарту үшін арнайы әкелді деп санайды. Қояндар аралы. Тек қоянға арналған бұл арал Жапония мемлекетіне тиесілі. Аралда Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде химиялық қаруды өндіруге және сынауға арналған арнайы зертханалар мен фабрикалар болған. Кәсіпорындарының жасырын болғаны соншалық, олардың жұмысшылары да мұнда не өндіретінін білмеген. Бұл аралды картадан таба алмайсыз. Улы жыландар аралы. Сан-Паулу маңындағы Кеймада Гранде әлемдегі мыңдаған ең қауіпті әрі улы бауыры мен жорғалаушылар бар арал. Олардың орналасуы 1 шаршы метрге 5-10-нан тура келеді. Жыландардың қауіпті болған соншалық, бұл жерді әскери адамдар күзетеді. Алайда мұнда ара-тұра түрлі экспедиция жүргізіліп тұрады. Девон аралы. Канада аумағындағы бұл арал адам тұрмайтын жер. Табиғаты Марсқа ұқсас болғандықтан да, мұнда адамның өмір сүруіне қатысты тәжірибелер өткізіледі. Аралда орташа температура -50 градус аяз. Жазда ауа райы сирек +10 градусқа дейін жылынады. Алайда бұл жерде жауын шашын жоқ, есесіне қыста қар да жаумайды. Қуыршақтар аралы. 1950 жылдардың басында аралдың жалғыз тұрғыны көкөніс гүл өсірумен және балық аулаумен айналысқан Джулиан Сантана Барреро болған. Ол діни ырымшылдықты уағыздаған үшін Баррио де ла Асунсоннан қуылып, осы аралға қоныстанған. Аңыз бойынша 1950 немесе 1951 жылдары белгісіз қыз аралдағы көлге батып кеткен. Сантана оның айқайын естіп, көмекке асыққанымен үлгермеген. Көл жағасынан тек оның қуыршағын тапқан. Кішкентай қыздың құрметіне ол қуыршақты ағашқа іліп кеткен. Осыдан кейін Сантана түнде үнемі айқай-шу аяқ дыбысын естиді. Суға батқан қыздың елесі жылап келіп, одан қуыршағын беруін өтінетін болған. 50 жыл бойы Сантана қуыршақтарды елесті тыныштандыру үшін арал ағаштарына іліп қойып жүрді. Осылайша аралда 1000-ға жуық қуыршақ жиналды. Сантана 2001 жылы қайтыс болады.
Оның себебі белгісіз. Адамдардың бірі оны сол көлге батып өлді десе, екіншісі басқа нұсқаны айтады. Достар, пайдалы ақпарат арнасына жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.